Шиелі Қызылордадан келіп тұрған Мейірбек Сұлтанхан ортада. Мейірбекпен айтысатын кеше бәрімізді өнермен тәнті қылған Марғұлан Оспанов, Қостанай. 20 минут. Жақындар. Ай қанатын қар өлеңнен ақыл, ау жан құмару қазақтың сөз емес пе аңдығаны. Ұзын сонар бізге дейін айқасты алты мықты қазылардан бағасын алды бәрі. Өз басым ай екеңді дей алмаймын, артынан айтатын сөз қалдырады. Ұзын сонар қайтейін сәлемдесіп, халықтың қажет емес қалғығаны. Ассалаумағалейкум мұсылмандар, аузында Алла, қолында бар Құраны. Айтыстың ақтықсыны не болады деп, жастыққа тимеген жұрт жар құлағы. Ойқастап ортаңызға шығып тұрмын, Оспанның серік болып Марғұланы. Тобылдың жағасында таң асырып, торғайдың топқа қосқан арғымағы. Шалдықпайтын шайыр деп білемсізді, демеймін шаппа-шаптан шалдығады. Шатақтың шеті шығып келе жатыр, шапансыз қалдырғандай шалғыданы. Сырдағы Найман шалдың баласы едім, бабадан мирас қылған бар мұраны. Ахметхан Нұрхандардың жолын жалғап, айтылсын Марғұландай арғын әні. Бөлінді демеңіздер, біздің қазақ руын айтып рухани жаңғырады. Алдыңа арғын Найман қатар келдік, жырымыздан жырымның шөл қандырсын бал бұлағы. Көңілі көрерменнің аэропорт қой, айтқызбай түсінікті арғы жағы. Қостанайдың көгіне оу көтерілген, қол соғып қондырыңдар андываны. Ай айтысты жүрексініп оу бастау көзі, ағамның алақтадау аспан көзі. Халықты бір қызыққа батырайық боп жүрген той томалақ астан мезі. Бұл кеше Мұхтар менен айтысқанда жарты сағат кеппеді жастан көзі. Ұстазымнан сытылып кеткенімен шәкіртінің мен едім расқа ғылезі. Іздегенге сұраған деген осы, байқадыңдар бір қызық басталды өзі. Аюдың апанынан аман шығып қасқырға жем болады қашқан қозы. Ниязыпты Әблязыпқа теңеп кеше, сөгілді сөзіңіздің астар бөзі. Сатқын менен ақынды салыстырдың, ұқсастық бойдан беді шаштан бөзі. Адам деген айнаға қарамайдау, мәкеңнің бұл билікке мастау кезі. Өзінің өң түріне көз жүгіртсең, орда бұзар 30-дан асқан кезі. Шашы сары көзі көгеу очки киген, қалайсың Кулагиннің жастау кезі. Ай қалайсың шаппа-шапқа оу аратырым, шамасы шаққалы тұр ара тілің. Музейдің директоры деп естідік, жамбасына жайлы орын жағатығын. Қабылдауында болғысы келген адам есігіңді 2 рет қағатығын. Портфель ұстап қолына мойынына қылғындырып галстук тағатығын. Сіз құсап шіренбейді облыста Жүндібай Мараттай зам әкімің. Сен кеше білесің бе, бұл айтыста жаңалықтың жасадың жаңа түрін. Финалға 2 балың жетпей қалып ретің бар ет, сол жерде қалатығын. Балыңды түгел оңғып өзгертті ғой, шамаң бар деп ертеңде шабатығын. Марғұлан мұны қалай жасады деп таңдай қағып таңғалдау бар ақының. Балымды өзгерді деп естігенде балбұл жайнап кетті ғой мана түрің. Әй бірақ бұлар әкті шенеунік қой, әліптің артын сірә бағатығын.
Buğaltырын çakırıp sıvaylası boп бюджеттің отчетын жабатығын. Тендірді тегін бере салмаймын деп 20% шапқысын алатығын. Ендеше бас екенге сөз берейік, екі жеудің есебін табатығын. Өзінің пайдасы үшін оу цифрларды өтірік қып өзгерте салатығын. Жиналса ақындары әр ауылдың, қалмайды көңіліңді нала кірбің. Ассалаумағалейкем Қостанайым, заңғарларын тудырған заманымның. Жұртымның ықыласына бөленген соң, жұрыс жүрсіннің айтысыны жаңа кірдім. Финалда кезіккенін көрмеймісің? Мейірбек Сұлтан қандай бағалы ұлдың. Жақсы айтыстың үлгісін көрсетейік, жасап бір кетпесек те дара қырғын. Бұл өзін қасқырмын деп отыр жаңа. Ендеше назарымды саған ілдім, қарсақпен қанжығамды майламаспын, қасқырын соғалмасам қарадырдың. Білмеймін сенбейін бе, сенейін бе. Білмеймін сенбесімді, сенерімді. Мейірбек миығынан неге күлді? Кулагиннің ұқсайды деп жас кезіне қисындау келтірдің ғой теңеуіңді. Алашқа атың шыққан ақын едің, көбісі алып жүр ғой сенен үлгі. Қостанайым қазақланып жатқан кезде, көрсетудің орнына демеуіңді. Діні мен тілі басқа Кулагинді ұқсатып Марғұланға не көрінді? Онаңда қайнекеге тартқан ұл деп, көтеріп кетпейсің бе беделімді, беделім ай. Деймісің бұл финалға қалай жеткен? Қазылар таланымды талайлеткен. Кешегі қарсыласы Мұхтар еді. Атағы асып жүрген талай көптен. Екі алтын домбыраның егермен 40 минут айтысу оңай деппен. Қазыларда сол жағын байқаған ау, жоспарлап отырмын ғой солай депмен. Бауырым сен қайтесің бұған бола, қаласа Құдай бәрін қолайлеткен. Айтатын Мейірбектің назы бар ма?
бар болса жауап берген ләзім онда. Қазылар бүгін әділ баға берер, арасында ақсақал қажы барда. Несіне бұған мені кінәлайсың? Қазылар шығарды ғой қазір алға. Мен музейге директор болған менен директор емеспін ғой қазыларға. Мейірбек сонша мені тергейді ғой. Музейдің директоры сен дейді ғой. Өзің қашан бір жұмысқа кіресің, өзің қашан бір жұмысқа. Жалқаулық түбі сені меңдейді ғой. Сен сияқты жігіттер ұстаз болса, ұлтымыздың санасын емдейді ғой. Мұғалімдік жұмысты менсінбейсің, бауырым биік алған деңгейді ғой. Елбасы бүгінгі айтқан жолдауында, ұстаздар мәртебелі ел дейді ғой. Мәртебесін арттыратын заң керек деп, патша сөзі жүректі емдейді ғой. Қызметті қумасаң осы бастан, қызмет сені қуып келмейді ғой. Магистр болған еттеп, енді саған министрлік жұмысты бермейді ғой. Бір-екі ән жазғанға сәл шіреніп, жүредің өз-өзіңді шәмші көріп, жолдауды неге айтпай отыр десем, сөзіңе қостың жаңа жаршы болып, қанжығамды майлаймын деп отырсың, қансонарда қасқырға қарсы келіп. Басеке сонда сізге міндетті ме асығың түсе беру алшы болып? Кеше-кешке әкімнің банкетінде ән айтып жүрмеп бедің әнші болып? Микрофонды мылтыққа айырбастап, аяқ асты кеттің бе аңшы болып? Жолықтырып мәкеңде есті ағамды, көзіңе елестетпен оспадарды. Марғұлан айтқан кезде шулайсыңдар, бұл жерде туысың бар, доста барды. Қонақпенен жерлес деп бөле жармай, Қостанай қолдап отыр. Қоспалаңдау келлалин-лиллалин. Жұмыссыз жүрген жанның бірісіз деп, айтасың ба кер жалқау інісіз деп. Өзімде ол жағына уайымдаймын, бірінші айтқан жоқсыз мұны сізге. Оқуды бітіргенім кеше ғана, алдымда жоспарланған дұрысыз көп. Бірақта біраз жерге барып едім, тұрақты табыспенен кірісіз деп. Резюмемді қолымнан қайтарады, жақсы маман боласыз түбісіз деп. Түсінгенім жұмысқа тұру үшін алдымен табу керек туысыз деп. Одан соңда мәселе белгілі ғой, сұрайды дәу бастықтың кімісіз деп. Жаныңда жантықтар мен жағымпаздар, бастыққа бас иесің ұлысыз деп. Қысқасы біздің елде түсінгенім, бұрыннан келе жатқан бұрысыз көп. Жұмыстан әділеттік іздей қалсаң, ертесінде жүресің жұмыс іздеп. Түрді айттым Кулагинге болар бейім, ағасы ашымасын оған миың. Кулагинді әдейі айтып едім,
солтүстікте адам жоқ, содан қиын. Қостанайға әкім боп тұрған кезде атқарған шаруасында не бар дейін. Ұлттық құндылықтарын ұмыт қалды. Орысша өткізген соң олар жиын. Мейрам болса шетелдің әртістері келуге болды мұнда солар бейім. Мешіттіңде аяқсыз қалып еді, ар жағы түсінікті болар дейін. Алланың үйі бітпей жатқан кезде адамның күйі қайтып оңар дейін. Ал бүгін Архимедтей ағамызды алаш деп атқа қонған ағам дейін. Мешіт пен мавзолейдің құрылысын көргенде ел көңілі толар дейін. Таранды бейімбеттеп ауыстырса тарихи жасалған бұл қадам дейін. Төріңде төленерді дәріптесе еңбегіне ел қолын соғар дейін. Айтысты жасар болса қайда қалды, талай әкім тұрды ғой оған дейін. Әкіміңді әдейі мақтап тұрбын, жағынуға емесет қоғам бейім. Әйтпесе елді ойлайтын ер азайып, болып тұр бұл күндері қоғам қиын. Адамнан әкім жасау оңай емес, әкімнен адам жасау одан қиын. Мәке, маған сіздей іні бар ма? Болса да қадіріңді шыны қарма. Министрлік қызметті бермейді деп ағамыз мәз болады күліп алға. Ол деген абыройлы қызмет емес. Тірлік жасау керек, тірлік керек десек те тірі адамға. Мысалға білімдегі саға дейіп халықпен санасатын күні бар ма? Бар дүниесін көшіріп әкелердей батыс сонша басы ер құбылаң ба? 5 жасынан 3 тілді бірге үйретсең, бүлдіршін бәрін қатар ұғынар ма? 60 тіл үйренсең де қарсы емеспін, алдымен ана тілді біліп алда. Сауат ашу дейтұғын сабақ қосты, реформасы дайын тұр құбыларға. Оқулықтан шеттетіп аптастардай, әліппеде әкеңнің құны бар ма? Қай бетімен қарайды деп ойлайды ұлт ұстазы Ахметтей ұлыларға. Мұғалімнің жағдайы сол баяғы, қағаздан бас көтерер күні бар ма? Сенбімен сайлау болса сол мұғалім жүгірет уақыт таппай тынығарға. Алдымен жалақысын көтермесек, қоғамда ұстаздардың құны бар ма? Ақындар айтудаяқ айтып жатыр, тыңдаған министрдің бірі бар ма? Өзіміз білеміз деп өзеурейді, мінбелерге сөйлесе шығып алға. Қазақтағы қарғыстың ең жаманы өзің білме білгеннің тілін алмау. Марғұлан жігіт едің несібің ол? Тербеген қарт торғайдай бесігіңдел. Торғайдағы Жәнібек мұражайын облысқа әкелем дейді осы күндер. Оған бірақ жергілікті жұрт қарсы, қатемізді қарт торғай кешіріңдер. Сол музейді сен барып жайнатсаңшы, директорсың таныйды есіміңдел. Құдада құдағида тыныш болады, ағайын айтса екен кесіміңдел. Ағаларға ендеше өтінішім, артық ақыл айтсам кешіріңдер. Музейді облысқа көшіргенше Марғұланды Торғайға көшіріңдер. Мейірбек сонша неге ісінесің? Жағдайды өзің бүгін түсінесің. Елбасының жолдауын тыңдасаңыз, бүгінгі жөнің болар кішіретін. Ұстаздың төл мерекесі дәл осы күні, неліктен көңіл күйін түсіресің. Жәнібек жауға шапса бас тартпаған, батыр боп бақиғада жақсаттаған.
болыпты Есім ханның қолбасшысы, атасы Жәнібектің Шақшақ бабан. Аман жол деп ұрандап жауға шапса, Тарханның табанынан тас батпаған. Тәуке ханның қолымен бірге жүріп, жас батыр ұлт намысын ақсатпаған. 17-де қалмақтың бас батырын өлтіріп жекпе-жекте растаптаған. Одан соң Абылай ханға қолбасшы боп, ұлтымның абыройын ақсақтаған. Әбілқайыр ханға да ақылшы боп, қазақ жерін күзетіп қас қақпаған. Қалмақпенен жоңғарлар шапқан кезде, жерімді жауларына таптатпаған. Көз алартып жеріме келген жаудан, жерімді, солтүстік өңірімді сақтап қалған. Егерде Жәнібектер тірі болса, бүгінгідей болмас ед бақсақ қоғам. Біздің билік осындай батыр, біздің билік батырдың туған жері Торғайды полигонға сатпақ болған. Егерде Жәнібектей тұлғалар аман болса, Жәнібектей тұлғалар керек болып тұр, ұлт тойласа бойына аспатпаған. Сондықтан Жәнібекке артық емес, бір көше беріп жатсақ, бір көше атын оның жатсақ тоған, бір көше беріп оған жатсақ тоған. Алайда орыстардан қолдау тауып, Карбышевтің рухы асқақтаған. Қазылар да тоқтауды қалап отыр, жүгеңде сағатына қарап отыр. Осыменен айтысты аяқтайық, басымызға тумасын заман ақыр. Директордың жағдайын білеміз ғой, бір айқайды тудырат қарада тұр. Жұмсақ жерге үйренген директордың жамбасын столға жап бара жатыр. Жақсы, рахмет. Жақсы. Бұл біздің жүйрік Мейірбек Сұлтанхан қандай өнер көрсетті қазылар? 10, 50 ұпай. Марғұлан енді көп қатысып жүрмеген. Жақсы, айтып жатыр ғой енді. 2, 10, 3, 9. Мен осы айтысты көрмейтін, қарамайтын, қызықтамайтын қандастарымды аяймын. Адамның көз алдында қандай тамаша өнер жарқылдап